8-ші бөлім. Демалыс мәдениеті. Сабақтың тақырыбы сөз және оның құрамы. Мақсаты: негізгі түбірге жұрнақтар жалғау арқылы туынды сөз жасайды. Түбірлес сөздердің мағынасын ажыратады. Балалар, сандарды ретімен санау арқылы қандай сөз шығар екен? Байқап көріңдерші. Жарайсыңдар. Жауабы: сөз және оның құрамы. Біліп ал, сөз құрамы түбір және қосымшадан тұрады. Түбір дегеніміз сөздің одан әрі бөлінбейтін мағыналы бөлігі. Қосымша екіге бөлінеді: жұрнақ және жалғау. Сөздің мағынасын өзгертетін қосымшаны жұрнақ дейміз. Сөз бен сөзді байланыстыратын қосымшаны жалғау дейміз. Ребусты шеш. Жауабы: егіншілер. Балалар, егіншілер сөзін сөз құрамына талдау жаса. Оқулықпен жұмыс. 31-ші тапсырма. Өлеңді тыңда. Ана тілі. Барлық тілді үйренерсің сен әлі, жігіт болып саналы. Қайда жүрсең өз еліңді ұмытпа, өз еліңнің туын көтер жоғары. Мен анамды ұғындым деп мақтанам, тілін білдім, жырын білдім сақтаған. Өз анасын сыйламаған пақырлар, отанын да сыйлап көрген жоқ балам. Ұлым менің бұл сөзіме бағарсың, жанар кезде өзіңді от боп жанарсың. Менің қазақ жүрегімді ал, тілімді, ал басқасын өзің тауып аларсың. Балалар, сұрақтарға жауап беріп көріңдерші. Сенің ана тілің қай тіл? Қалай ойлайсыңдар? Өлең неліктен ана тілі деп аталған? Өз ойыңмен бөлісші. Өз ана тілін құрметтемеген адам отанын сүйе ала ма? Ақынның «Менің қазақ жүрегімді ал, тілімді ал басқасын өзің тауып аларсың» деп неліктен айтқанын талқылап көрші. Тапсырма. Түбір сөзді білдіретін суреттерді бос орынға қой. Жазылым, дәптермен жұмыс. 32-ші тапсырма. Көп нүктенің орнына тиісті жалғауларды қойып, мәтінді көшіріп жаз. Жұрнақ жалғанған сөзді тап. Суретті қолдана отырып, тірек сөздер арқылы сипаттау мәтінін құрап жаз. Тірек сөздер: отан, еркіндік, батыр, тәуелсіздік. Қосымша жалғанған сөздерді қорапқа сал. Мысалы, сұлулық. Әрі қарай өзің орындап көр. Ойлан тап. 33-ші тапсырма. Тіл сөзі қандай мағынада қолданылған? Баланың тілі бал. Тіл қарым қатынас құралы. Жастардың тілін түсіну оңай емес.
Сағаттың тілі озып кетіпті. 34-ші тапсырма. Жасырынған мақалды тауып жаз. Жұрнақ арқылы жасалған сөздер, жалаң сөздер. Жандос, өткен тақырып сәл қиындау сияқты. Сен түсіндің бе? Мен де ойланып отырмын. Қалай түсінуге болады? Мен әдісін таптым. Оны біз тағы да мультимедиялық түсініктемеден оқимыз. Есіңде болса, өткен сабақта сөз жасам, түбір мен қосымша туралы сөз болды. Білемін. Бұл тақырып қызықты тақырыптардың бірі. Оны бірнеше рет қайталауға мүмкіндік бар. Ал бүгін жұрнақ арқылы жасалған сөздер, жалаң сөздер туралы тыңдап көрейік. Мүмкін сұрақтарың бар шығар. Егер бар болса, біз жауап беруге дайынбыз. Сөз түбірден және түбірге жалғанған қосымшадан тұрады. Өз кезегінде қосымшалар үш түрлі қызмет атқарады. Сөз бен сөзді байланыстырады. Бұларды жалғау дейміз. Сөзден жаңа сөз тудырады. Бұларды сөз тудырушы жұрнақ дейміз. Сөзді жай ғана түрлендіреді. Бұларды сөз түрлендіруші жұрнақ дейміз. Өзінің жалғанған сөзінен жаңа мағыналы сөз тудыратын жұрнақ деп аталады. Су, сушы, сусын, сулық, суат. Біл, білім, білгіш, білдір, білгіз, білу. Өн, өнім, өнгіш, өндіру, өнгіз, өндіріс. Жалғанған сөзінің алғашқы негізгі мағынасын өзгертпей, оған тек сәл ғана үстеме мағына беретін жұрнақтардың түрі сөз түрлендіруші жұрнақ деп аталады. Сөздер құрамы жағынан жалаң және күрделі болып бөлінеді. Бір ғана негізгі түбірден, немесе бір ғана туынды түбірден тұратын сөзді жалаң сөз дейміз. Мысалы, тау, таудай, тауша, бұлақ, бұлақша, бұлақтай. Екі немесе одан да көп түбірден құрылған сөзді күрделі сөз дейді. Мысалы, тау, ақ бұлақ, қызыл торы, тағы басқалары. Туынды сөз тек түбір сөзден ғана жасалып қоймайды, туынды сөздің өздерінен де өрби береді. Мысалы, күн, күндіз, күндізгі, кітап, кітапхана, кітапханаша. Үй тапсырмасы. 35-ші тапсырма. Кім көп біледі ойыны? Ойынның шарты. Ана тілі туралы мақал-мәтел айтыңдар. Ең көп мақал-мәтел айтқан оқушы жеңімпаз болады. Бүгінгі сабақ бойынша өз біліміңді бағала.